Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге осы келтіру формулаларын қарастыратын боламыз. Ол тригонометрияда қалай оларды оңай шығаруға болатын көреміз. Жалпы бұл келтіру формулалары ол тригонометриялық функциялардың кез келген бұрыштағы мәндерін сүйеу бұрышқа келтіру үшін қолданылады. Жалпы бұл тригонометрияда осы бұрыштарды пи бөлінген 2, пи сияқты бұрыштарды осы арнайы мәндерге келтіру үшін қолданылады. Сонда олар осы тригонометриялық функцияларды бізге жеңілдетуге көмектеседі екен. Жалпы бұндай нелерді біз бірлік шеңбер арқылы қарастыратын боламыз. Жалпы бізде мұнда мысалы егерде бірлік шеңберде бізде жалпы сағат бағытына қарсы, то есть мына жерде біз 0-ден бастаймыз, 0 градустан. Келесі ол бізде не? 90 градус, мына жақта 180 градус, сосын 270 градус және де 360 толық бір айналым, ол бізде осылай сағат тіліне қарсы жүретін болады. Енді мына жақтан бастап, ол бізде бірінші ширек деп саналады, мына жақ екінші ширек, мына жақ үшінші ширек және төртінші ширек. Енді бізде біз сіздермен синус, мына жерде косинусты қарастырамыз және де тангенс, котангенс бірдей. Соларды қарастыратын боламыз. Жалпы синуста ол бізде y осіне қатысты болғандықтан бізде мұнда үсті орнында плюс болады, асты минус болады. Косинус ол бізде x осіне қатысты болғандықтан былай плюс болады да, мұн жағы минус болады. Тангенс, котангенс ол бізде синус бөлу косинус және косинус бөлу синус. Сонда бірінші ширекте екеуінде де плюс, плюсқа плюс ол бізде плюсты береді. Екінші ширек плюсқа минус ол бізде минус, минусқа минус, плюс, плюсқа минус, минусты береді. Осылай біз таңба аралығын табамыз. Енді біз сіздермен нені қарастырамыз? Алдымен синусты қарастырайық. Жалпы синус 90 градуста қандай да бір мәнді қосатын болсақ, қандай да бір бұрышты қосақ, онда ол бізде не болады? Және дәл солай косинус 90-ға қандай да бір бұрышты қосатын болсақ, және де тангенс, котангенсқа 90 градусқа қандай да бір бұрышты қосатын болсақ. Синус 90, ол бізде мына жерде тұрады. Және 90 мен 270-те ол бізде ауысады. Синус косинусқа, косинус синусқа. Тангенс котангенсқа ауысады, котангенс тангенсқа ауысады. Дәл солай енді, то есть біз айттық жаңа пи бөлінген 2 мен 3 пи бөлінген 2. 90 мен 270-те олар ауысады. Ал пи мен 2 пида олар ауыспайды. То есть егерде біз бірлік шеңберді бір адамның басы ретінде қарайтын болсақ, бізде пи бөлінген 2, 90 мен 270 бізде үстінде және жоғарыда. Егер біз басымызды үстімізге және астыға қарай шайқайтын болсақ, то ол бізде я деп тұр ғой. И сондықтан бізде осы функция ауысады, өзгереді. Ал пи мен 2 пи бізде сол жақ пен оң жақта тұр. Егер біз басымызды оң жаққа, сол жаққа шайқайтын болсақ, ол жоқ деп тұр, значит біздің функциямыз ауыспайды. Енді 90-да ауысады дедік синус косинусқа. Енді таңбаны қарайық. Таңба бізде 90-ға қандай да бір бұрышты қосып тұр. Ол бізде қандай? Екінші ширекте тұр, Таңбамыз плюс, сондықтан бізде ауысады да косинус альфа болады. Косинус бізде синус болады да. Ал таңбаны біз бастапқы функцияға қараймыз. То есть бастапқы ол бізде косинус қой. Синустікке қарамаймыз, косинустікке қараймыз. Косинус 90-ға қандай да бір бұрышты қосатын болсақ, ол бізде екінші ширектедік, екінші ширекте бізде минус. Тангенс, котангенс, екінші ширекте минус, тангенс бізде котангенс болып өзгереді, ал котангенс тангенс болып өзгереді. Енді осы 90-нан қандай да бір бұрышты азайтатын болсақ, қалай болады? Мысалы синус 90 минус альфа, косинус 90 минус альфа, және тангенс котангенс 90 минус альфа. Енді 90-нан қандай да бір бұрышты азайтатын болсақ, ол бізде артқа кетеді. Синуста ол бізде плюс болып тұр. Таңба бірінші ширектегі таңбаға қарайтын боламыз. 90-да ауысады, косинус бізде плюс болып тұр. Синус, косинус плюс. Косинуста 90-нан қандай да бір нені азайтсақ, ол бізде бірінші ширекте плюс,
Косинус синус болып өзгереді. Тангенс бізде котангенс болып өзгереді. Ал таңба плюс бірінші ширекте. Котангенс тангенс болып өзгереді. И таңба тоже плюс. Келесі бізде егерде енді пи 180 градусқа, мысалы синус пиға қандай да бір бұрышты қосатын болсақ, косинус дәл солай, тангенс котангенс дәл солай. Сонда синусқа қандай да бір бұрышты қоссақ, ол не болады? Пиға бір бұрышты қосып отырық, ол алдына қарай жылжиды. Сонда үшінші ширекті қарастырамыз. Үшінші ширекте, мынау үшінші ширек қой. И синус бізде минус болып тұр. Пида біз айттық, ол өзгермейді. Значит, синус болып қала береді. Косинус өзгермейді. Үшінші ширекте ол бізде минус. Тангенс котангенс үшінші ширекте бізде плюс. И олар өзгермейді. Тангенс тангенс болып қалады. Котангенс котангенс болып қалады. Келесі ол бізде енді осы 180-нен керісінше қандай да бір бұрышты азайтып тастасақ, тангенс котангенс. Енді 180-нен азайтсақ, ол бізде керісінше мына жер пи болса былай кетеді. Синус бізде енді екінші ширекті қараймыз ғой. Екінші ширекте ол бізде плюс өзгермейді, сонда синус альфа болып қалады. Косинус минус косинус болып қалады. Екінші ширекте ол бізде минус. Тангенс котангенс екеуі де екінші ширекте минус. Тангенс ол бізде тангенс болып қалады. Котангенс котангенс болып қалады. Екеуінде де минус бар алдында. Келесі енді біз мына жерде 3π бөлінген 2 тұрады ғой. 3π бөлінген 2-ні қарасақ, мысалы синус 3π бөлінген 2 қосам қандай да бір бұрышты. Ол бізде не болады? Косинус дәл солай. Тангенс котангенс дәл солай. Қалай болады? Сонда бізде ол былай қарай жылжиды. Сонда бізде ол төртінші ширек. Төртінші ширекте синус бізде минус болып тұр. И 3π бөлінген 2, 270-те ол бізде өзгереді. Келесі косинус. Косинуста 3π-ға қостық, ол бізде төртінші ширекте едік. Төртінші ширекте ол бізде плюс болып тұр. Косинус синус болып өзгереді. Келесі бізде тангенс котангенс. Төртінші ширекте минус. Екеуінде де минус котангенс болып өзгереді тангенсіміз. Ал котангенс тангенс болып өзгереді. Минус тангенс альфа. Енді келесі ол бізде осы 3π бөлінген 2-ден не істейміз? Қандай да бір бұрышты азайтамыз. Не шығады? Дәл солай косинус 3π бөлінген 2-ден азайтып тастаймыз. Және тангенс котангенстан 3π бөлінген 2 азайтамыз қандай да бір бұрышты. Сонда мынау синус болса, ладно. Мына жер косинус, мына жер тангенс котангенс. Сонда мына жер біз айттық. Қалай болады? Плюс плюс минус минус. Енді 3π дегеніміз ол мына жерге. Осы жерден азайтамыз, артқа кетеміз. Сонда синус үшінші ширекте қараймыз ғой. Үшінші ширекте ол бізде минус болып тұр, минус косинус 3π бөлінген 2-де бізде азайтады. Өзгереді. Косинус синус болып өзгеріп кетеді. Және үшінші ширекте ол бізде минус. Тангенс котангенс үшінші ширекте плюс. Тангенс бізде котангенс альфа болып кетеді. Котангенс ол бізде тангенс альфа болып кетеді. Өзгереді. Келесі енді 3π-ді қарадық. Енді 2π-ді қараймыз. 2π ол бізде мына жерде 360 градус. 360 градуста қалай болады? Мысалы синус 2π плюс альфа. Косинус 2π плюс альфа. Сын тангенс котангенс. 2π плюс альфаны қарасақ, 2π-ға қандай да бір бұрышты қосқан кезде ол бізде осылай сағат тіліне қарсы жылжиды. Сонда бірінші ширекке келдік.
бірінші ширекте синусымыз плюс болып тұр, 2π-да ол өзгермейді. Косинус дәл солай, косинус альфа болып қалады. Тангенс котангенс бірінші ширекте екеуі плюс, 2π-да өзгермейді, дәл солай қала береді. Келесі ол бізде егерде азайтып тастасақ, синус, мысалы 2π-дан қандай да бір бұрышты азайтып тастасақ, 180-нен. Сосын тангенс котангенс. 2π-дан қандай да бір бұрышты азайттық. Сонда синус 2π-дан азайтқан кезде, ол бізде қалай? 2π мына жерде тұр, азайттық, значит артқа кеттік. Ол бізде 4-ші ширек. Енді 4-ші ширекте көріп тұрғандарыңыздай ол минус болып тұр, значит біз минусты жазамыз, 2π-да өзгермейді, синустың өзі қалады. Косинус 2π 4-ші ширекте дедік, минус альфа. Ол бізде плюс болып тұр, и косинус альфаның өзі қалады, өзгермейді. Тангенс котангенс дәл солай өзгермейді. 4-ші ширекте екеуі минус. Сондықтан минус тангенс болады и минус котангенс альфа болады. Осылайша біз осы келтіру формулаларын оңай шығарсақ болады. Жалпы осымен болды. Рахмет, сау болыңыздар.